келесіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Бүгінгі қорытындылау сабағына қош келдіңдер. Ал кәнекей, ең бірінші сабаққа дайындығымызды тексеріп алайық. Кітап, дәптерің, барлық құрал жабдықтарың дайын ба? Тамаша, ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші тапсырма. Есептер бойынша өрнектер жазуымыз керек. Ал мұқият тыңдай ғой. Тәуелсіздік мерекесіне ұйымдастырылған концертке 875 ересек адам, ал оларға қарағанда 562 бала кем келді. Мерекелік концертке барлығы неше адам келді дейді. Ал кәнекей, бұл есеп не туралы? Тәуелсіздік мерекесіне ұйымдастырылған концерт туралы екен. Кәнекей, саған сұрақ қойып жіберейін. Тәуелсіздік күнін біз қай күні тойлаймыз? Есіңе түсірші, біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, яғни біз ол күнді не істейміз? Тәуелсіздік күнін тойлаймыз. Ал енді осы ұйымдастырылған концертке кімдер келіпті? Ересек адамдар және де балалар келген екен. Бізге ең соңында барлығын табу керек. Барлығын табу үшін біз әрине не істейміз? Ересектер мен балаларды қосамыз. Ал кәнекей, бірінші ересектер қанша екен? Ересек деген сөздің қасындағы санға мән бере ғой. 875. Сөйтіп жазамыз. 875. Ал енді балалар неше екен? Балалар мына ересектерге қарағанда 562-сі кем. Кем болғанда не істейміз? Азайтамыз. Яғни бізде балалар белгісіз ғой. Оны жақшаның ішіне азайтамыз. 875 азайту 562. Міне, бізде А нұсқасында осындай өрнек шықты. Барлығын не істейсің? Тауып, өзің жауабын жаза ғой. А нұсқасында бізге мынандай тапсырма берілген екен. Есепті теңдеу құру арқылы шығару. Есепті теңдеу құру арқылы шығару, есепті шығарудың ең оңай жолдарының бірі екенін білеміз, Әрине. Ал енді мен оқимын, сен мұқият тыңда. Дүкеннен 750 теңгеге сыйлық сатып алынды. Егер әр сыйлық 150 теңге тұратын болса, онда неше сыйлық сатып алынды дейді. Сонымен, бұл есеп не туралы? Сыйлық туралы. Сыйлықты барлығы неше теңгеге сатып алынды? 750. Бірден, яғни соңғы тең 750 деп жазып аламыз. Ал енді әр сыйлық 150 теңгеден тұратын болса, біз қанша сыйлық алғанымызды табуымыз керек. Қанша сыйлық бізде белгісіз, яғни X. Енді әр қайсысы деген кезде не істейміз? Көбейтеміз. 150. Бізде X көбейту 150 тең 750 деген теңдеу шықты. Ал енді көбейтудің компоненттерін еске түсірейік. Бірінші көбейткіш, екінші көбейткіш көбейтіндінің мәні. Балалар, біз көбейту болған кезде не істейміз? Автоматты түрде оған кері амал, яғни бөлуді қолданамыз. Не істейміз? X тең 750 бөлу 150. X-тің мәнін тауып, және де оны X-тің орнына қойып, осы теңдеудің дұрыс еместігін тексеріп шық. Жарай ма? Ал, екінші тапсырма. Тік төртбұрыштың периметрі және ауданын табуымыз керек. Мен сендерге біріншісін көрсетейін. Ұзындығы неше сантиметр екен? 25. Ал ені 5 сантиметр екен. Бізге периметрін табу керек, және де
ауданын табу керек. Ең бірінші назар аударатын жер ол қандай фигура екенін анықтап алуымыз керек. Егер ұзындығымен ені берілсе, әрине бұл тік төртбұрыш болады. Себебі мына қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне тең. Ал енді формуланы еске түсіреміз. Бірінші, периметр табу формуласы. Қалай еді? Жалпы периметр дегеніміз біз забор деп жаттадық, я? Яғни барлық қабырғаларының қосындысы. Бізде енімен ұзындығы және де тура осындай тағы да бір қабырғасы бар. Екіге не істей саламыз? Көбейте саламыз. Міне, осы формулаға мына мәндерін қойып, периметрін табасың. Ал енді келесі S-ті табу. Яғни S дегеніміз ол ауданы. Аудан дегеніміз не еді? Ауданды біз аула деп жаттадық. Есіңде ма? Ауланы, яғни ауданды табу үшін біз ұзындығын еніне көбейтеміз. Міне, ауданды табу формуласы, мынау периметр табу формуласы. Балалар, енді сендер мына әріптердің орнына тиісті берілген сандарды қойып, әрқайсының периметр мен ауданын тауып шығуларың керек. Мен сендерге 4 минут уақыт беремін. Жарайсыңдар. Ал енді үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма мәселе есеп екен. Тыңдаймыз. Бірінші вагонда 17 бала келе жатыр. Бұл барлық жолаушының 3-тен 1 бөлігін құрайды. Екінші вагондағы жолаушылардың бірінші вагондағы жолаушылардан 13-і кем. Екі вагонда барлығы неше жолаушы келе жатыр. Бұл есеп не туралы? Я, бірінші және екінші вагондағы адамдар туралы. Ал енді не істейміз? Бірінші вагонда неше бала бар екен? 17 бала бар екен. Бұл мына барлық жолаушының 3-тен 1 бөлігі екен. Яғни осы бірінші вагонның барлық жолаушының 3-тен 1-і бағытты жоғары қарай көрсетем. Ал енді екінші вагондағы жолаушылардың біріншіге қарағанда 13-і кем. Екінші вагонда белгісіз 13 бала кем. Біріншіден. Ал енді бізге осы екі вагонда да, біріншіде де, екіншіде де қанша бала екенін табуымыз керек. Бізде белгісіз қайсы, соны бірінші анықтап алайық. Я, бірінші вагондағы барлық бала саны белгісіз екен. Және де екінші вагон белгісіз, сосын барлығы белгісіз. Ал енді жеке-жеке осыларды табайық. Барлығының, міне, бұл дейді. Балалар, мына жерде бұл барлық жолаушының дейді. Яғни біз бағыт тілін жоғары емес, керісінше не істейміз? Бұл дегенде төмен қарай көрсетеміз. Егер менің осы жазғанымдағы бағыт тілін дұрыс емес бағытқа қарай өзгертіп қойғанымды байқап қалған оқушы болса, онда жарайсыңдар. Сендер мына бұл деген мәселе есептерді қалай шығару керек екенін жақсы меңгеріп алдыңдар деген сөз. Ал енді бұл деген кезде не істейміз? Кері амал қолданамыз, яғни көбейтеміз. 17 көбейту 3-тен 1. 17-ні 3-ке көбейтемізді 1-ге бөлеміз. Ал кәнеке 17-ні 3-ке көбейтсек, қанша болады? 30, 21, 51. 51 адам. Ол бірінші вагонда екен. Енді бізге екінші вагондағы адамдар санын табу керек. Ол 13 балаға кем дейді. Бұл сұрақта бұл деген сөз жоқ. Яғни не істейміз? Азайтамыз.
51 азайту 13. 1-ден 3 азайтылмайды, 5-тен береміз, 11-ден 3-ті азайтсақ 8, 4 қалды, 4-тен 1-ді азайтсақ 3, 38. Бұл екінші вагон, мынау бірінші вагон. Ал енді бізге барлығын табу үшін мына бірінші вагон мен екінші вагонды не істеуіміз керек? Қосуымыз керек. Ал кәнеки жазамыз. 51 қосу 38. Мәнін өзің тауып, және де осы видеоның астындағы комментарийға барлығы екі вагонда осыншама бала деп маған жазып жібер. Жарай ма? Міндетті түрде толық жаз. Себебі тек қана санды жазсаң, мен шатасып кетуім мүмкін. Қай есепті жазғаныңды түсінбей қалуым мүмкін. Сондықтан мына жауабын жазған кезде толық жазуға тырыс. Жарай ма? Келесі 5-ші тапсырмада бізде кестеге байланысты сұрақтар қой деп тұр. Жақсылап тұрып кестеге қарайық. Кестеде бізде оқу құралдары берілген екен. Өшіргіш, қалам және де ермексаз. Әр қайсының бағасы, саны және де құны көрсетілген. Бірақ әр қатарда, мысалы бірінші қатарда құны белгісіз. Құны деп жазып қоям. Екінші қатарда керісінше бағасы белгісіз. Ал енді үшінші қатарда саны белгісіз. Осы мына есеп құрған кезде енді формула, қандай формулаға салып шығарам деген сұрақ туындайтын шығар. Мен сол формулаларды қазір жазатын болам. Сонымен біз құнын табу үшін не істейміз? Бағасын санына көбейтеміз. Ал енді мына бағасын табу үшін керісінше барлық құнын санына бөлеміз. Ал енді міне саны өздігінен шығып тұр. Тура осылай құнын керісінше бағасына не істейміз? Бөлеміз. Міне осы формуланы пайдаланып, сен жай есеп болсын, күрделі немесе құрама есепте құрасаң болады. Міндетті түрде бір есепті құрастырып, оның шешуін, жауабын толығымен жаза қой. Ал енді келесі бізге теңдеу берілген екен. Мұқият қарасақ, бұл күрделі теңдеу. А азайту 250 көбейт 3 тең 500 бөлу 10. Ал енді бізде мына берілген теңдеуде біз бірінші көбейтуді орындаймыз, содан кейін барып азайтуды орындаймыз. Мына көбейтуде бізде белгісіз айнымалы жоқ. Сондықтан біз оны не істей аламыз? Шығара аламыз. Сосын көбейтуіміздің, мына теңдеуіміздің оң жағында шығара аламыз ғой? Ал бірден мына мәндерін жазайық. Азайту 250-ді 3-ке көбейтсек неше болады? 750 тең 500-ді 10-ға бөлу үшін 0-дерді қысқартамыз 50. Ал енді біз не істедік? Мына күрделі теңдеуімізді жай теңдеуге айналдырып алдық. Ал енді А тең бірінші азайғыш, азайтқыш Г белгісіз болған кезде қосамыз. 50 қосу 750. 750-ді 50-ге қоссаң да болады. Қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Дұрыс қой? А тең 800. Ал енді осы 800-ді мына А-ның орнына қойып, теңдеуімізді бір тексеріп көр. Балақай, мен саған бір жақсы жаңалығым бар. Менің осы жақында теңдеу XXL деген үлкен 5 сабақтан тұратын бірінші класстан бастап 4-ші классқа дейін барлық теңдеудің оңай жолдарын шығаруды үйрететін боламын. Егер сол
курсқа, яғни менің сабағымды алу үшін саған міндетті түрде ата-анаңның номерін осы видеоның астына жіберу керек. Жарай ма? Ал мен сендерді чатқа қосып, қосымша дайындаған теңдеу бойынша видеоларымды жіберіп отырамын. Ал енді біздің келесі 8-ші тапсырмамызда бізде уақыт бірліктері берілген екен. Және де осы көрсетілген уақыт 2 сағат 15 минут 8 секундтан кейін қандай уақыт болатыны бізге тапсын деп тұр. Енді бірінші 10 сағат 15 минут 40 секундқа берілген 2 сағат 15 минут және де 8 секундты не істейміз? Қосамыз. Ал кәнекей. 8, 4, 5-ке 5-ті қоссақ 10, 1 ойда, 2 ойдағы мен 3, 2, 1. Яғни, мына бірінші уақытымыз 2 сағат 15 минут 08 секундтан кейін мына уақытты көрсететінін біз таптық. Ал енді екінші тағы да бір уақытты қарастырып көрейік. Уақыттарды қосқан кезде мен алдыңғы сабақтардың әрқайсында айтқан болатынбыз. Нені еске аламыз? 1 сағатта 60 минут бар екенін ғана ұмытпаймыз. Себебі 100 емес 60-қа толған кезде біз 1 сағат боп, немесе 1 минут боп есептейміз. Ал енді келесі. Ал енді қараймыз. Бізге екінші берілген уақыт ол 17 сағат 24 минут 56 секунд. Осыған берілген уақытты қосуымыз керек. Яғни сол уақыттан кейін қандай сан болатынын, яғни уақыт болатынын табуымыз керек. Ал кәнекей 6-ға 8-ді қоссақ 14, 1 ойда. 5-ке 0-ді қоссақ 5, ойдағы мен 6. Яғни мына жерде 64 секунд дегеніміз, оның ішінде 60 ол 1 минут болады ғой. Сондықтан біз оны не істейміз? 1 ойдағына келесі минутқа қосып жібереміз. 6-дан мына 6-ауының бәрін беріп тастадық, 0 қалды. Енді 4-ке 5-ті қоссақ 9, ойдағы мен 10, тағы да 1 ойда бар. 2-ге 1-ді қоссақ 3, ойдағы мен 4. Енді 7-ге 2-ні қоссақ 9, 1. Сонда біздің берілген екінші уақытымызды мына 2 сағат 15-08 секундтан кейін 19 сағат 40 минут және 14-04 секунд болатынын таптық. Міне, ең бастысы мына 60-қа толған кезде келесіге 1, яғни ойдағы 1-ді беріп отыруды ұмытпаймыз. Жарай ма? Ал балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың ең соңғы тапсырмасы. Мұқият қарасақ, жаяу жүргінші адам бір жолды 2 рет баспай, барлық жолдан жүріп өтсе, оның неше метр жүргендігін табуымыз керек. Ал енді бірден саған мынандай сұрақ. Біз барлық осы жолдардың қосындысын тапқан кезде нені табамыз? Әрине, осы адамның барлық жолды жүріп өткендегі қашықтығын табатын боламыз. Сондықтан бұл тапсырма өте оңай. Мына берілген барлық өлшем бірліктердің барлығын тізбектеп қосып шығасың. Және де мәнін маған суретке түсіріп, үй жұмысы чатына жіберуді ұмытпа. Келістік па? Тағы да есіңе саламын. Теңдеу арнайы менің курсыма жазылу үшін және де тегін сабақты көру үшін міндетті түрде ата-анаңның номерін қалдыруды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше.